Сәлем достар, бүгін біз бауырсақ дайындаймыз, аштықсыз. Айранмен мен бірінші рет жасап жатырмын. Айранымызға кішігірім чайная ложкаға тұз саламыз. Көп салмаңыздар. Одан кейін үлкен қасық, бір қасық қант саламыз. Сөйтіп барлығын біркелкі қылып араластырамыз. Және де үстінен бір дана жұмыртқамызды салып, тағы да біркелкі болып араластырамыз. Одан кейін үстіне ұн себеміз. Ұнымызды мөлшерлеп, мен қасықпен араластырдым барлығын. Қараңыздар, неудобно болса қолмен де араластырсаңыздар болады. Жақсылап, қатты да жұмсақ болып кетпеу керек, қатты да болып кетпеу керек. Орташа сіздерге көрсетемін. Осылай иілеп, июін қандырасыздар. Артығында алып тастаймын. Қамырдың өзіндегі ұнымен жақсылап июін қандырамын. Айттым ғой, жаңағыдай қатты да болып қалмау керек, қатты жұмсақ та болып кетпеу керек, езіліп тұратындай. Орташа, тесто прям жұмсақ, әдемі болу керек. Жақсылап иілейміз. Мен барлығын болдым, қараңыздар енді. Ыдысымызға кішігірім май құйып, шет жағын бәріне жағып шығамыз. Қамырдың бетіне де кішкене жағамыз. Сөйтіп, ыдысымызға салып қоямыз. Қараңыздар, тестадан қандай жұмсақ болған. Бетін жауып. Енді тестамыз дайын. Біз енді былай дрожжсыз болған екен, қатты ісімейді. Қараңыздар, тестам жұмсақ болды. Жаюға да ыңғайлы. Міндетті түрде қамырдың астына кішігірім ұн сеуіп қойыңыздар. Столға жабыс қалмау үшін. Мен өзімізге кішкентай қылып істедім. Енді өздеріңізге удобно бір домалақ ыдыс тауып алыңыздар. Мен крышкамен осылай бөліп алдым. Қараңыздар, бөліп алдым. Енді жанындағы остаткілерін бәрін қайтадан иілеп, кәдімгідей бұрынғыда ата-апаларымыз істейтін сияқты бауырсақ істедім. Домалақ емес, кәдімгі үшбұрышты қылып. Қараңыздар, бір жағы үшбұрыш, бір жағы домалақ. Одан кейін бауырсағымыз үстін жауып қойып, кішкене тағы да бір 15 минут қойып қоямыз. Одан кейін тапамызды қыздырып, майымыз кәдімгі қызғанша, қызбайынша бауырсақты салмаңыздар. Мен бауырсағым бірден ісіп, әдемі болып шықты. Келесі менде домалақ бауырсақтарым. Майы қызып тұрса, жақсы піседі бауырсақ. Қараңыздар. Мен негізі бірінші жасап жатырмын бұл айранмен. Мен алдында дрожж салып, ашытып, сөйтіп істейтінмін. Оказывается, айранмен де жақсы шығады екен. Жасап көріңіздер.